25 часов 30 минуты. Таңғы намаз. Дуа тілектердің қабыл болатын уақыты. Ал бисмилля деп бүгінгі күнімізді бастайық. Берекенің барлығы таңғы уақытта, сол себепті таңғы атаман қандай тірлік жасасаңыздар да өте сенімді болады екен. Сол себепті мен кітаптарды таңда оқығанды өте қатты жақсы көремін, өйткені ақпарат есте тез сақталынады, сүрелер тез жатталынады, мидың есте сақтау қабілеті артады. Таң атып Алиханды шомылдырып, киіндіріп, тамағын беріп болғаннан соң күнімнің жарты бөлігін Алиханға арнаймын деп шешіп, Алихан екеуміз балаларға арналған тренажерный залға бардық. Таңғы уақытқа жазылып қойған едік ол жаққа да. Ол чудо центр деп аталады, Шымкент қаласында орналасқан. Ішінде логопед, дефектолог, ЛФК, АФК мамандары. Бұл центрде жұмыс жасап жүрген әрбір жан өз кәсібінің маманы. Алихан бірінші келген кезде кішкене бөтенсінді, бірақ біраз уақыттан соң үйреніп кетті. Развивашка дамытатын ойыншықтармен ойнап бастады. Жылқы сияқты аппараттары бар екен, бүкіл омыртқа жүйелері қимылдайтын. Сол аппаратқа отырып кішкене атқа отырғандай болды. Студияның іші өте жылы және гидромассаждары да бар екен. Әбден ЛФК-мызды алып болғаннан соң Алихан екеуміз таза ауа жұтуға, далаға прогулкаға шықтық. Және де жақын жердегі шай ішіп алатын жерге келіп кішкене тамақтанып алуды жөн көрдім. Мен Алиханым мамам тамақ жеп алсыншы деген сияқты ол уақытта да ұйықтап қалды өзі де. Жылы жерде Алихан екеуміз таңғы асымызды ішіп алдық. Үйге келе салысымен бесін намазын оқуға кірісіп кеттік. Бесін намазын оқып болғаннан соң обедпен ужинын, яғни қамына кірістік. Обедке бізде самса мен борщ барлығын жасап болғаннан соң асыр және де шам намаздардың уақыттары жақындап қалыпты. Екі намазды бірден оқып, өзімнің көкейімде мақсатым қандай, арманым қандай, соның барлығын осы намаз арқылы тілесем, мен көп нәрсені байқадым. Көптеген өзгерістер болып отыр, Аллаға шүкір өмірімде. Барлық намаздардың барлығын оқып болғаннан соң самсам мен компотымды алып алып өз сабағыма кірістім. Сабақ әзірше құпия бола тұрсын, мен болашақта міндетті түрде бөлісемін. Әзірше оқу процесі болып жатыр менде. Алла қаласа бір нәтижеге қол жеткіземін деген үміттемін. Дорогой ученик, вот и подошло к концу наше занятие. Надеемся, ты хорошо изучил данную нами информацию. Теперь немного отдохни и приступай к дальнейшему обучению. Желаем тебе успехов. Алихан қайда десеңіздер, Алихан ол жаққа кетпейді. Аллаға шүкір, Алихан 24-те жеті жанымда. Маған тамақ жасауға да көмектеседі, сабақ оқуға да көмектеседі. Осылайша біз бүгінгі күнімізді аяқтадық. Кешкісін бүкіл отбасымызбен жиналып, жақсылап тамақтанып алдық. Тамақтанып болғаннан соң құптан намазын оқып, Алихан екеуміз ұйықтауға кірістік. Бүгінгі күніміз біз үшін продуктивны болды. Алда әлі талай мақсаттар мен армандарым бар. Құдай қаласа болып жатса результат. Мен қалай ол результатқа жеткенім туралы барлығын айтып беретін боламын алдағы видеоларда. Сондықтан менімен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болған Аружан келесі видеода аман есен жүздескенше.